Ассалаумағалейкум достар, бұл үшінші влог Қала Медиа. Бүгін біздің жергілікті тобыл Лига Европадағы үшінші раундын бастайды. Бүгін біздің қарсыласымыз Северный Ирландиядан келген Дерри Сити командасы. Бүгін бірінші ойын және де анжаққа барып ойнайтын боламыз. Ал бүгін тағы да футбол мерекесі Қостанайда. Мереке құтты болсын. Кеттік. Құрмет достар, ойын басталарға дейін біздің жанкүйерлерден тобыл жайлы, бүгінгі ойын жайлы сұрайтын боламыз. Бүгінгі ойын жайлы бір-екі ауыз айтып жүрсеңіз. Бүгінгі ойын не деп айтайын? Тобылды болейт етуге келдік, Тобылдың жеңгенін қалаймыз. Тобыл қаншама ойын жеңіп жатыр ғой, бүгінде жеңетін шығар, сол үшін келіп тұрық болейт ету үшін. Нешінші жылдан бастап Тобылға жанкүйер саған? Көп болды, бір 5-6 жылдан бері Тобылға жанкүйер болып жүрген. Бүгін қандай шөтпен жеңеді деп ойлайсыз? Бүгін жоқ дегенде 2-1 болады шығар, Тобыл жеңеді. 2-1 осыны. Кім салады деп ойлайсыз? Мен көреміз, кім салады көреміз енді. Зарайне айта алмаймын. Жарайды, рахмет аға. Жеңісті күндер көп болсын. Ал достар, бүгін бізде қонақта белгілі журналист, блогер, футбол блогері Айбек мырза, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдік. Бірінші рет. Қостанайда дәл осы орталық стадионда бірінші ретпін. Бұған дейін Тобыл аренада манежда болғанмын. Ол жердің де бір несіне сүйсінгенмін, сүйкімділігіне, компактіне. Мына стадионда да қазір мынау биіктетіп кеткен кезіндегі әкімдеріңіз Архимедтің кезінде білеміз. Архимед әкімге ол үшін рахмет айтамыз. Қостанайда әдемі, керемет бір анау британский бір чемпионшиптің ойындары өтетін бір керемет сондай стадион екен. Стадион сияқты бір әсерде тұрмын. Бір Қостанайда осындай қазақ жерінде осындай стадионның болуы керемет. Бүгінгі ойында енді Тобылдан үлкен үмітпен келдік. Кешегі Базелден өтсе Қостанайлық жанкүйерлерге уәде бергем, келем деп келдік. Бүгін қандай есеп болады деп ойлайсыз өзіңіз? Енді мынау футболда бұл не дейді, болжам жасау абыройсыз тірлік дейді ғой. Сондықтан мынандай болады, мынандай болады деп абыройсыз болмай-ақ қояйық, есепті айтып. Бірақ Тобыл жеңеді, кемі 2 гол айырмашылығымен жеңеді дейді. 2-0 болады деп айтайықшы кемі, мынау жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сондықтан бүгін Қостанайға жанкүйеріміз қазақ футболындағы Еврокубоктегі алғашқы бір белесті бағындырған команда. Бұл Қостанайдың Тобылы, кезінде Интертотаны ұтқан, ол кездегі жұлдыз кәдімгі Нұрбол Жұмасқалиев, Нұркен Мазбаев деген жігіттер, міне Данияр Мұханов деген жігіттердің ойынын бала кезімізде көріп өстік. Сондықтан Тобылға деген көңіліміз ала бөтен. Әрине, бүгін де сол балалық шақтағы махаббатпен Қостанайдың командасына жанкүйер боламыз. Рахмет. Енді алдында сіз Шымкентте Ордабасы мен Легияда ойында болдыңыз. Сол кезде бір ойын сонда үлкен бір айғай-шу болды. Судьялар дұрыс судья етпеді, төрешілер дұрыс болмады. Сол туралы айтып кетсең, сонда болдыңыз осы өзіңіз? Жалпы Шымкенттегі ойында болдым. Ол жерде төрешілер негіз бірінші таймда әжептәуір төрелік етіп атқан. Екінші таймда мүлдем басқа төрешілер шықты, мүлдем басқа көзқараспен. Меніңше сол естуім бойынша, өзім көзбен барып ұстап көрген жоқпын бұл судейскийде. Сол судейский кабинкада душ дұрыс істемейді деген дүниені естідім. Ішінде жаңағы жөндеу жұмыстар жүргізілмеген. Меніңше сол төрешілер бір жағынан соны көрді деймін, өздеріне деген құрметтің жоқ белгісі деп ойладым. Бұл жерде енді Ордабасы клубының жазығы жоқ. Облыстық, қалалық әкімдік өзіміз ұйымдастырамыз деп алып алған екен да барлық жағдайды. Сөйткенде бір ойыннан бір күн бұрын қалған кезде осылай мысалы шығатын жерге келсек біз ойын алдындағы жаттығуға. Мына жағында да сварка болып жатыр, мына жағында да сварка болып жатыр. Енді ана жерден футболдың обстановкасын сезе алмадық. Сондықтан осы қала әкімдігі құртты деп ойлаймын сол аураны. Мынау шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Клубтың өз айналысу керек. Тем более Еврокубоктың мәселесінде. Ол қала әкімдігі, сол қала әкімдігінің қызметкерлері қала әкімін күтіп алатын вип-каны ғана дайындаған шығар, дастарханында үстінен басқаның барлығы болған шығар. Бірақ жанкүйерлерге келетін мынау шетелдік мамандарға УЕФАның алдында ұяттырлық болды. Соның себебінен де стадионға баклажка алып кіруі, анау адамдардың қолына стадиондағы кесектер қол жайдан жай түскен жоқ қой. Демек ол қирап бір жерден сынып жатыр, сол жерден жұлып алды деген сөз. Осындай дүниелер жөнделмеген. Міне Қостанайда ондай нәрсе жоқ, байқалып тұр кәдімгі. Жөндеу жұмыстары жалпы біздің өңірдегі өзге облыстың әкімдері бар, қала әкімдері бар. Дәл осындай стадионның кәдімгі бар стадионды осындай көтерсінші, жетіп жатыр. Бір үлгі керек па, үйренгісі келе ме, Қостанайға келсін мына жерге. Көзімен көріп кетсін осы жерде. Қостанайлық стадионның қызметкерлерінен сұрасын, сөйтсін де барып стадионның жекінші ярусын қойсын. Түк қиындығы жоқ қой, қарап тұрсаң. Дұрыс айтасыз.
Рахмет Қостанайға тағы да қош келдіңіз. Ойыннан кейін бұйыртса тағы да міндетті түрде құттықтап сұхбат беріп жатайық. міндетті түрде. Рахмет, сәттілік. Міне құрметті ағайындар, біздің Қостанайға футбол мерекесіне осындай керемет футбол блогерлар келіп, біздің тобылды одан арған сайын информационный жағынан дамытып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Тағы да келіп жатқан қонақтар Қостанай қаласына, біздің Тобыл стадионына қош келдіңіздер. Біздің Қостанайдағы Тобыл сыйлап жатқан футбол мерекесі ешқашан бітпесін. Мереке құтты болсын. Құрметті достар, міне Дерри Ситидің ойыншылары алаңға шығып жатыр, өздерінің ойын алып жаттығуын бастап жатыр. Жалпы бұлар енді Ирландиядан келген командалар. Ойлағам негізі бойлар ұзын ірі болады деп жоқ. Бұлар бойлар ондай қатты ұзын емес, аласа емес мен естіп. В общем, сондай ойыншылар. Қош келіңдер жігіттер. Ал достар, сіздер көріп отқандай, мына жақта міне Дерри Ситидің ойыншылары өз жаттығуын жасап жатыр. Футболдың сөзімен айтқанда бұл квадрат деп айтады. Ойыншылар бір-бірімен бір касанияда пас беріп, осы кругта доптан шығармау керек. Және де ортадағы ойыншылар допты алып қоймау керек. Құрмет достар, біздің чемпиондар, біздің батырлар ойын алдыңға жаттығуға шықты. Жалпы жаңа енді дәрігермен де сөйлестік. Бүкіл ойыншылардың денсаулығы жақсы, настрой жақсы, физически, психологически, морально бәрі күшті. Бүгін енді жеңеді деп ойлаймын. Құрметті достар, ойын басталуға бірер сәт қалды. Қазір біздің ойыншылар мына жақтан раздевалкадан шығатын болады. Және де бүгінгі біздің тарихқа айналып жатқан біздің жолымыз ары қарай жалғасады деп ойлаймыз. Бірер сәттен кейін бүгінгі біздің тарихқа толы, голға толы, эмоцияға толы ойынымыз басталады. Құрметті достар, ал біздің батырлар Тобыл футбол клубы ойынға шығып келе жатыр. Мужиков бастаған біздің бастапқы құрам. Алға жігіттер, сәттілік жігіттер. Ал біздің жігіттер общий фото түсейін деп жатыр. Общий фотодан кейін ойын басталады. Құрметті достар, бірер сәттен неше рет айттым уже бар ғой, сөз бар ғой. Ойын басталады. Біздің жергілікті Тобыл бүгін Северный Ирландияны жеңеді деген ойдамыз. Өйткені стадион толы, эмоцияға толы ойынды бәріміз көрейік ағайын. Кеттік. Ал, ойын басталды. Біз дайынбыз, қыз дайын болса, біз дайынбыз деген сияқты. Кеттік. Қыздың көзі қызылда дейді. Бүгін бұлар ойыншылар қызылда, Северный Ирландияның. Тобыл бірден шабуылдан бастап жатыр. Вукадинович Оразовқа берді. Не істейді? Сау! Мәссаға! Кішкене жетпей қалды, кішкене! Табыл кеттік! Біздің угловой пенальти сақты деп айтамыз ғой. Угловой. Кім бар? Болмай қалды. Ойын мықты басталды. Тобылдың шабуылынан, атакасынан негізі 2 гол салып алу керек бүгін. Үйде ойнап жатқан. Алғашқы ойын үйде болғаннан кейін 2 гол салып алу керек. Тағы да угловой, көреміз. Мужиков допта. Айбалан қасырды. Ешкім болмай қалды. Ойын басталмай жатып, ескертіп алып жатыр біздің ойыншылар. Негізі, білмеймін, енді ойын енді басталып жатыр ғой, судьяға негізі кішкене жұмсағырақ болу керек па деп ойлаймын. Оразов енді ондай қатты агрессивный ойыншы емес еді, бірақ білмеймін не болған. Андай азартқа кіріп кеткен сақ. Еще жел мына жаққа үрлеп жатыр, алыстан кішкене 1-2 ударлар соғу керек деп ойлаймын. Көреміз қазір. Ана жерде нарушение болды, көріп тұр ғой, итер жүр, честно. Давай. Махыр. Go!
Мужиков, давай жігіттер, бізде ұзын бойлы қорғаушылар әдем баспен ойнайды. Ал. Қалай болады? Міне доп кетті. Ай! Неге осылар Северный Ирландия құласа сықырады, біздікілер құласа сықырмайды? Неге? Ана не бар ғой, бала кішкентай саса. Ал, табылдың шабуылы, Дебле. Дебле. Ортаға пас, Мужиков. Қазір Айбалан қасырады. Кім бар? Жа. Болған жоқ. Көрініп тұр. Доп қарды, таза доп қарды, болған жоқ. Негізі бұл команда ойнауға болады, Европаның командаларымен ойнауға болады, жеңіп арғара өтуге болады. Көріп отырық, әзірге ойынның 10 минут өтсе де біздің шабуыл жасап, кәдімгі ұялмай Европада футбол көрсетіп ойнап жатыр. Мықты. Біздің ойынның 20-шы минутта әлі болған жоқ. Біздің ойыншылардың 2 жолты бар. Біреу Оразов, екінші Астракулов алдаудың, және де біздің ворота жаққа штрафной қойды. Бірақ көреміз енді, гол болмаса екен, ең басы үйде гол жібермеу керек. Бірінші таймда хотя бы бір гол демес 2 гол салу керек. Өйткені жел әдем ойнап тұрды, осы желді қолданып 1-2 гол салып алу керек негізі бізге. Ойын бір қалыпта болып жатқан шақты. Қазір енді көреміз, мүмкін осы ой 20-шы минуттан кейін мүмкін алға басатын шығар, бірақ ойын бір қарқында болып жатқан шақты тек. Айбалан қасырды. Ай! Хорош! Әдем. Жаман емес, күшті. Сеш бер қарай. Ай! Оразов! Жермен тебіндесі, жермен. Аспанға зачем? Жігіттер, жүгіру керек. Болмайды. Бір орында тұрға болмайды. Негізі, Северный Ирландияның жігіттер мықтыма десем, біздің ойыншыларға шыдамай жатыр. Ал, тағы да кезекті корнер, тағы да угловой. Мүмкін қазір салат шығар, енді бір угловойдан салу керек енді негізі бар ғой. Айбалан қасырды. Болмай жатыр. Шықпай жатыр доп воротаға. Бір түртіп қалса болды, құлай береді. Не мынау? Северный Ирландия ма, точно. Ойыншылар кәдімгі бір қалыпты жай футбол болып жатқан соң, КПЛ қарап отқандай болып отыр, шынымен де бар ғой. Көреміз қалай болады қазір. Руки! Ой-ой-ой, давай, жігіттер, ей! Кім? Ой-ой-ой. Көрдіңіздер ма? Дәл ворота қаса өтіп кетті. Бүкіл футбол ұрқып отыр бар ғой, судья негізі бар ғой. Текке сықыра өртікше, барба ойнауға берсейші. Бага, давай. Бага. Достар, бірінші тайм аяқталуға бір 5-7 минут қалған шығар. Білмеймін, не болды, неге ойын жүрмей жатқанын білмеймін. Өтетін команда сақты, бірақ Базелмен қарағанда бүгінгі ойын эмоция аз сақты бүгінгі ойын. Тобылдың атақ. Үш жерден енді бірдемесі шығарымызса білмеймін. Жігіттер, ойыннан болмаса да хотя угловой немесе штрафнойдан салу керек болып тұр енді. Тепші. Бір воротаға түселмейме, түсінбеймін вообще бар ғой. Бірінші тайм аяқталуға жақындап қалды. 3 ескертіп алып жатыр бірінші таймда. Болмайды ғой мына. Дерри Сити вообще ескертіп алмайды, құлатып жатыр біздіктерін, бірақ ескертіп алмайды. Біздікler құлатса жол демек тұр ғой. Құрметті достар, осымен бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Екінші таймда енді гол күтеміз енді. Өйткені бірінші ойында вообще ойын қатты жүрген жоқ, ондай қатты шабуылда болған жоқ. Екінші таймда енді біздікler бір 2 гол салады деп ойлаймыз. Ойын үзіліс, хабар 1-2 жанкүйерлерден бүгінгі ойын жайлы не ойлайды, қалай болды, соны сұрап көреміз. Кішігірім бір интервью жасап көреміз қазір. Ойын жайлы, бірінші тайм жайлы не айтасыз? Сіз енді футболды қатты жанкүйерсіз ғой? Енді бірінші тайм командалар бір-бірін бірінші рет көріп тұр, бір-бірін бақылап жатыр, ана жерін мына жағынан көрді, мына жағынан көрді. Бірақ соған қарағанда бүгінгі ойында оң қанаттан 2 шабуыл шығып, Тобыл 2-0-мен жеңеді деген бәстігі отыр. Рахмет. Ертең азаматтық не болады, форум халықаралық. Реклама бар. Соның қонақтарын алып келген ғой, соның пайдаланып. Артсақ, осы сенің влогыңды көру арқылы мен осы Тобылдың матчын көру көрдім негізі. Рахмет. Ал, іске сәт. Ал, құрметті достар, екінші тайм бірер сәттен кейін басталады. Енді екінші таймда гол күтеміз енді. Іске сәт 1-2 гол по-любому керек, кеттік.
Ал ойын басталды, кеттік ал жігіттер. Тобыл тағы да бір штрафнойдан Айбалаңға асырады. Бұл жерде салу керек жігіттер. Бүкіл стадион айғайлап жатыр, гол керек деп. Ал Мужиковтың Айбалаңға асырған доба. Ай, болмай қалды. Мақар, го! Кезекте бір угловой, осы угловойдан енді сала шығар деп неше рет айтып жатырмын мен уже. Бірақ қазір салу керек деген ойдамыз. Өйткені уақытта келді, ой 55 минут гол салатын уақыттар ғой негізі. Ал сал! Ай, ёп! Неге теппейді, ё-май. Бірге бір шығып тұр, бірге бір 7 метр воротаға салсайшы. Оразов, тепші Оразов өзің, ай, болмай қалды. 65 минутынан жақындап қалдық, енді өшерде бір қызып, бір гол салу керек, өйткені ары қарай уақыт кішкене жетпей қалады деп ойлаймын. Уже қазір, наверное, біздің жаңа ойыншыларымызда шығар деп күтудеміз, енді көреміз қалай болатынын. Ника принять. Алдап кетші өзің. Давай, Рома, тепші, Рома! Салды! Айттың ғой, Рома, теп, салды, ес! Мощный салды, ой! Давай, жігіттер, тағы да 2 гол, мен айттым ғой. 65 минутта гол салатын уақыттар деп айттым ғой. Ал, құрмет достар, ойыннан кейін, голдан кейін бізде заменалар шықты, Шақов шықты, защитаға тағы да біреу шықты, Ильич деген шықты. Қазір көреміз енді тағы да 1-2 гол салу керек негізі. Давай, Вукадинович! Әдем, осы қарқынмен тағы да 1-2 гол жігіттер, әдемі келетсіңдер. Ай, болмай қалды. Бұлай тек Асранқұлов қана тебеледі. Кішкене жетпей қалды. Құты қандай? Доппен, дәбіле, алдаш өзің, алдай аласың. Өз неге тепеді, дәбіле, әдемі шықты, теуіп көрсеш. Ал, Тоболдың шабуылы. Мужиков, дәбіле. Ай, болмай қалды, ақырын теуіп қалды. Давай, жігіттер, тағы да 1 гол, 15 минут әлі уақыт бар. 1 гол ойнауға болады әлі. Достар, ойынға 4 минут уақыт қосылды. Осы 4 минут ішінде 1 гол салу керек деп ойлаймын тағы да. Өйткені ана жақта қиын болатын сақта. Ильич Айбалаңға асырып Ал, құрметті достар, осымен ойын аяқталды 1-0. Тобол жеңіске жетті. Енді Северный Ирландия барып сол жақта екінші ойын болады. Сол ойынның результатымен біздің Тобол алға шыға ма, немесе осы жерден аяқтай ма, соны білетін боламыз. Ойын жайлы. Кездесу Тоболдың басымдығымен өтті. Уақыт созды Дерри Сити ойыншылары. Бірақ тағы 1 гол соғып алу керек. Вукадиновичта болған мүмкіндік, Чесноковта болған мүмкіндік. Дегенмен жаман емес. Басты жеңіс қой. Тобылда қазір тәжірибе бар. Кезінде Интертотода ойнады, бұл команда Чемпиондар лигасында да ойнады. Осы талай жылғы тәжірибе негізі Тобылдың биыл неғұрлым ұзағырақ ойнауына себепші болу керек деп ойлаймын. Дәл осы ойынды жалғастырса, сыртта да дәл осылай қорықпай сенімді ойнаса, меніңше Дерри Ситиді өтуге болады. Бірге болыңыздар, Тобол алға, Тобол жеңісті күндер көп болсын. Рахмет.